Баршаңызға сәлем. Бүгін менің мастер-классыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде осындай кішкентай сүп-сүйкімді пинетке тоқуды үйретемін. 1 жас 9 айдан бастап 1 жасқа дейінгі аралықты тоқылады. Табан өлшемі 12 сантиметр. Өте жеңіл, өте тез, өте оңай тоқылатын пине. Жіп, хлопок, молочный хлопоктан тоқыдым. Өте жұмсақ, нәзік жіп. Бізге бүгін осындай пинеткені тоқу үшін қоңыр жіп керек. Осындай қоңыр жіп және ақ жіп. Осындай китайский молочный хлопоктан тоқыдым. Жіп жұмсақ баланың аяғына. Өте нәзік болып келеді. Сондай-ақ крючок менде 2,9 мм. Одан кейін бізге қайшы керек. Егерде менімен бірге осындай пинетке тоқып үйренгілеріңіз келсе, соңына дейін болыңыздар. Алдымен ең бірінші бізге осы пинеткемізді тоқу үшін 23 воздушный петля тоқуымыз керек. Бекітіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 23 воздушный петля тоқып алыңыздар. 23 цепочка тоқып алдым. 1 петля таста кетіп, екінші петлядан бастап тоқимыз. Осы жерге 2 столбик тоқимыз. Без накида. 2 столбик тоқыдық. Ары қарай 10 столбик тоқимыз без накида. Накидсіз 10 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 2 столбик полунакидпен тоқимыз. Накид. Үшеуін бірге тартып аламыз. 1 полустолбик. Накид екінші петляға, екінші полустолбик. Үшеуін бірге осылай тартып аламыз. Ары қарай 8 столбик 1 накидпен тоқимыз. Накид. 1 накид. 2. Осылай 8 столбик 1 накидпен тоқып алыңыздар. 8 столбик 1 накидпен тоқып алдық. Ең соңғы петляға 6 столбик 1 накидпен тоқимыз. 6 столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик тоқыдық. Енді зеркальный неде қарама қарсы дәл солай 8 столбик 1 накидпен, 2 столбик полунакидпен и 10 столбик без накида тоқимыз. Ең соңғы бірінші кезде 2 прибавка жасадық қой, без накида. Сол жерге 2 столбик без накида.
орамсыз 2 столбик тоқимыз. Накид. Нәжуімізді тоққан кезде арасына жасырып отырамыз. Мына жерде мына ілгектен іліп аламыз. Санап тұрып тоқыңыздар, чтобы бір столбик артық болып кетпеу үшін, бір столбик кем болып кетпеу үшін. 1, 2, 3, 4, 8 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді 2 столбик полунакидпен тоқимыз. Накид, үшеуінен өткізіп аламыз. 1, тағы да накид. Накидпен бірге полунакид тоқимыз. Үшеуінен үш ілгектен өткіземіз. 2 полунакид. Ары қарай 10 столбик без накида тоқыңыздар. 10 столбик без накида тоқыдым. Ең соңғы ілгекке 2 столбик без накида тоқимыз. 1, дәл осы жерден тағы да 2 столбик. Бірінші қатарымызды аяқтадық. Ең бірінші ілгекке ең бірінші ілгекке біріктіреміз. Біріктірдік. 2 воздушный петля, накид, дәл осы жерден 1 столбик бір накидпен, накид, тағы да осы жерден 1 столбик бір накидпен прибавка жасадық. Енді накид, келесі столбикке тағы да прибавка жасаймыз. 1 накид, осы жерден 1 прибавка. Сонымен бізде 1, 2, 3, 4 столбик шықты. Мынау бірінші, екінші воздушный петля, бұл бізде соединительный петля болып келеді. Ары қарай круг бойынша мына тұрған 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбикке дейін, 6 столбикке дейін столбик бір накидпен тоқып шығыңыздар. Осы жерге 20 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді 6 столбик бір накид, 6 столбик прибавка жасадық қой. Сол жерден енді каждый столбикке бір столбик қосамыз да 12 столбик тоқуымыз керек. 6 столбиктен 12 столбик бір накидпен тоқып шығуымыз керек. 1, 1 столбик прибавка, 2 столбик бір накидпен, келесі 3 столбик, осы жерден тағы прибавка, 4 столбик бір накидпен, келесі 5 столбик, накид, прибавка, 6 столбик, келесі 7 столбик бір накидпен, прибавка осы жерден 8, келесі 9, прибавка осы жерден 10, келесі 11, осы жерден соңғы прибавка 12.
Ары қарай 20 столбик бір накидпен тоқыңыздар. Соңында мына жерде прибавка жасағанда кездесеміз. 20 столбик тоқыдым бір накидпен. Енді мына жерде бізде 1-2 столбик алдында прибавка жасадық. Мынау соединительный петля. Бұны есептемейміз. Осы 2 столбикке прибавка жасаймыз. Каждый столбикқа бір столбик бір накидпен прибавка жасаймыз. 1, осы жерден бір прибавкамыз. 2, келесі. 3, бір прибавка осы жерден тағы да. 4. Енді бұл бізде соединительный петля. Мынау бізде 2 воздушный петля. 1-2, соны 3-ші ілгегіне біріктіреміз. Біріктірдік. Енді 1-2 воздушный петля. Көтеріп алдық. Накид осы жерден бірінші столбигіміз болып есептеледі. Мынау соединительный петля болып есептеледі. Петля подъема, но бізде всегда бірінші болып бір столбик деп есептейміз. 1. Келесі столбикке прибавка жасаймыз. 1 прибавка жасаймыз. Сонымен 2 столбик болды. Накид, 1 прибавка. 3. Келесі столбикке просто 1 столбик бір накидпен. Накид. Келесі столбикке прибавка жасаймыз. 1 и осы жерден 1 прибавка. 2. Соны санаймыз қанша болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик болды. Мына петля подъеманы есептемейміз. Ары қарай 20 столбик бір накидпен тоқимыз. Одан кейін қайтадан мына басында прибавка жасаймыз. 20 столбик бір накидпен тоқып алыңыздар. 20 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді прибавка жасаймыз. Бір қатар таста кетіп, бір қатардан кейін бір прибавка жасап отырамыз. Мына басында жасағандай. Накид, 1 столбик. Накид, келесі столбикке прибавка жасаймыз. 2. Накид, 1 прибавкамен 3 столбик болды. Бұл тұмсығын тоқып жатырмыз. Табанымыздың мысық. Келесі 4. Накид, келесі 5. Осы жерден бір прибавка. 6. Келесі 7. Келесі 8. Осы жерден бір прибавка. 9. Келесі 10. Келесі 11. Осы жерден бір прибавка. 12. Келесі 13. Келесі 14. Осы жерден бір прибавка. 15. Келесі 16. Келесі 17. Осы жерден соңғы прибавка 18.
осылай. Бірінші қатарда 6 столбик. 6 столбиктен 12 столбик шығардық прибавка. Екінші қатарда. Үшінші қатарда 12 столбиктен 18 столбик шығардық. Бұл біздің соңғы қатарымыз. Ары қарата 20 столбик бір накидпен тоқымыздар. Соңында кездесеміз. 20 столбик бір накидпен тоқыдым. Енді бұл жерде де тағы да прибавка жасаймыз. Накид алдыңғы 4 столбиктен через алдыңғы 4 столбиктен тағы да бір прибавка қосамыз. Бірінші столбикке 1 столбик бір накид. Бұл жерден прибавка жасамаймыз. Келесі столбикке жасаймыз. Сонымен бұл бізде екінші столбик бір накидпен, осы жерден бір прибавка, үшінші столбик бір накидпен, келесі төртінші столбик бір накидпен тоқимыз. Бұл жерде прибавка жасамаймыз. Келесі столбикке соңғы прибавка жасаймыз. Прибавка. Сонымен үшінші бір екі воздушный петля, соның үшіншісіне ілгегіне алып біріктіреміз. Сонымен біздің табанымыз шықты. Мынау теріс жақ, мынау оң жағы. Енді бізге былайынан обвязка жасау керек. Соединить еттік петлямызды. Енді тура сол жерден ішкі жағынан кіргіземіз. Бір. Осылай орап алып шығамыз. Келесі неден жібімізді тартып аламыз. Бір столбик тоқыдық. Енді екінші столбигіміз. Екінші жағы жібіміз шықты ғой, мына жақтан. Сол жерден қайтадан кіргіземіз. Келесіден былайынан шығарамыз. Осылай. Каждый нені, обвязканы осылай тоқышуымыз керек. Осы жерден крючогымызды орап алып. Екі столбик. Тағы да бағанағы шыққан жерден қайтадан кіргіземіз. Келесі столбиктен былайынан айналдырып шығарамыз. Көрініп тұр ма сіздерге? Үш. Тағы да қараймыз. Мына жерден жаңағы шықты жібіміз. Сол жерден қайттан кіргізіп, келесі столбиктен шығарамыз. Осылай айналдырып аламыз. Осылай айналдыра соңына дейін тоқыңыздар. Менде 70 столбик. 70 столбик шықты. Жаңағы ең бірінші столбигімізге соединять етеміз да. 1, 2. 2 воздушный петля. Накид бұл бізде бірінші столбик болып есептеледі. Келесі столбикте 2, 3. Бізге 70 столбик керек. Ең соңғы
70-ші столбик бір накидпен соңғы столбикке жаңағы біріктіреміз. Артқы жағынан всегда, чтобы білінбес үшін тартып аламыз и біріктіреміз. Бізде бірінші қатарымыз бітті. Екінші қатарымыз екі воздушный петля көтеріп аламыз. Накид, рельефный узор. Но бізде былайнан кіргізіп, осы бірінші столбигімізді осылай орап аламыз. Бұл лицевой болып есептеледі. Сыртқа осылай выпуклый болып шығып тұрады. Арт жағынан іліп орап алған кезде осылай изнаночный болып келеді. Осылай айналдыра тоқуымыз керек. Екінші столбик, накид. Енді мынау ішкі жағынан орап аламыз. Бұл бізде изнаночный болып келеді. Тартып, үшінші столбигімізді тоқимыз. Төртінші столбик. Ішкі сырт жағы қарай қаратып аламыз. Бесінші столбигіміз изнаночный. Ішкі жағынан іліп аламыз. Тағы да бір рет көрсетем. Ішкі жағынан іліп, осы столбикті орап аламыз. Лицевой. Накидіміз, столбигіміз тоқимыз. Енді изнаночный. Артқы жағынан іліп аламыз. Осылайнан. Бұл рельефный узор болып келеді. Осылай айналдыра рельефный узорды до конца тоқыңыздар. Алпыс сегізінші столбик рельефный узормен. 69-шы столбик и соңғы столбик 70. Екінші қатарды біттік. Ең бірінші столбигіміз ішкі жағынан алып біріктіреміз. Соединительный петлямен біріктірдік. Осылай шығу керек сіздерде. Үшінші қатар 1, 2. Үшінші қатарды да дәл солай рельефный узормен тоқимыз. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Осылай айналдыра тоқыңыздар. Екінші қатарда тоқып аяғына жеттік. Так. 69-шы столбик и соңғы 70-ші столбик. Ең соңғы жаңағы столбигімізге іш жақтан алып
соединять етеміз. Үшінші қатарымызды біттік. Төртінші қатарымызда 1, 2, 2 воздушный петляны көтеріп аламыз. Бұл бізде бірінші столбик. Осылайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 белгілеп аламыз. И мына жақтан 18. 18 столбиктен ары қарай мына жерде 2 столбиктен қысқартып отырамыз. Бірге тоқимыз. Боковойнан 18 столбиктен аламыз. Қазір 18 столбик тоқымыздар. Екінші столбик. Үшінші столбик. Төртінші столбик. Бесінші столбик. 17 и 18 столбик. Он 18 столбик санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 столбик тоқып алдық. Келесі қатарынан тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Белгілеп аламыз. Осы жерге дейін осылай жіппен белгілеп алсақ болады. Осы жерге дейін қысқартамыз. Сонда 2 столбиктен қысқартып отырамыз. Накид. Оны қалай қысқартамыз? Көрсетемін. Ішкі жағынан орап аламыз. Накидін ғана тоқыдық. Тағы да бір накид. Сыртқы лицевойын тоқып аламыз. Накидін ғана тоқып аламыз. Сосын осылай үшеуін бірге тартамыз. Сонда бұлар бізде бір столбик болып есептелінеді. Осылай осы тұрған маркерге дейін 2 столбиктен қысқартуымыз керек. Тағы да изнаночныйдан біреу, накид, лицевойдан біреу, накидін тоқып, үшеуін бірге тартамыз. Накидін тоқыдық. Лицевойдан да бір накидін тоқыдық. Сонымен үшеуін бірге тартамыз. Осылай маркер тұрғанға дейін тоқыңыздар. 16 и ең соңғы сокращение 17. 17 столбик шықты бізде. Алдыңғы 34 столбиктен 17 столбик шығардық. Маркерімізді алып тастаймыз. Ары қарай 18 столбик тоқимыз. Рельефный узормен. Изнаночный, лицевой. 2, 3, 4, 5, 6, 17, соңғы
18. Артқы жағынан соединительный петлямен біріктіреміз. 1, 2. Енді соңғы қатарымыз. Енді 16 столбик. Мына жерде біз сокращениеден бастадық. Изнаночный лицевой екеуін бірге. Мына 18, 17 столбикті қысқартуымыз керек. 16 столбик тоқуымыз керек. Рельефный узормен. Бізде бірінші столбик. 2. 3. 4. 5. 16 столбик тоқыдық. 17-18 столбикті қысқартамыз. Бір накидпен. Бір накидін тоқыдық. 18 столбикті аламыз. Тағы бір накидін тоқыдық. И 3 ilgектен өткіземіз. Келесі. Енді келесі 17 алдыңғы 17 столбик болды ғой қысқартылған. Сол 17 столбиктен 2-2-ден қайтадан қысқартамыз. Ол үшін бізге 2 накид керек. 1, 2. 2 накид. Лицевой. 1, 2. Тағы да 2 накид. Келесі столбиктің лицевойын тоқимыз. 2 накид. Астағы көрсетем. 3 ілгек бірге тағы да 2 накид. Бірінші накид, екінші накидін тоқып алдық. Тағы да 2 накид. Келесі столбик тағы да 2 накидін тоқып аламыз. 1, 2. Сонымен осы 3 ілгектен бұлайнан өткіземіз. 2 қысқартуымыз болды. Келесі 2 накид аламыз. 1, 2 накидін тоқып алдық. Тағы да 2 накид. 1, 2. 2 накидті тағы екеуін бірге. 1, 2, 3 сокращение. 2 накид. 1, 2 накидін тоқып аламыз. Тағы да 2 накид. 1, 2, 3 ілгектен өткіземіз. Қайтадан 2 накид. 3 ілгектен өткізіп алдық. 2 накид. Соңғы қалған осы 3 лицевойды бірге қысқартамыз. Үшеуін бірге. 1, 2 и 3 столбик. 2 накидпен 4 ілгектен бірге өткіземіз. Ары қарай мына жерде біз қысқартуымыз керек. 1 накидпен накидін тоқып аламыз. Тағы да накидін тоқып аламыз. Сонымен 3 ілгектен біреуін өткіземіз. Сонда бізде 16 столбик қалады. Соңына дейін 16 столбик тоқып алыңыздар. Соңғы 16 столбик. Ең соңғы петляға осылай алып соединять етеміз. И үстіп бекітеміз да. Кесіп алып жібімізді жасырып тастаймыз. Жібімізді жасырып
осылай ішінен жасап тастаймыз. Бастамасы. Қоңыр жіппен тоқуды аяқтадық. Енді бізге осындай манжетті тоқу керек и обвязкасын тоқу керек ақ жіппен. Осылайынан обвязкасын тоқимыз. Бірінші бекітіп аламыз. Сонымен өзі жерде көрініп тұрады өрілген жаңағы столбиктердің екі стежогынан алып тоқимыз. Бірінші соединительная петля, бір воздушная петля. Келесі столбик. Соединительная петля, сосын бір воздушная петля. Тағы да соединительная петля, бір воздушная петля. Осылай айналдыра тоқуымыз. Тоқуларыңыз керек. Соединительная петля, воздушная петля. Соединительная, воздушная. Осылай обвязкасын тоқып алдым. Ең соңында соединить етеміз. Тура сол бірінші бекіткен жерімізге алып соединять етеміз. Сосын тағы да соединять етеміз. Осылай бекітіп жібімізді жасап тастаймыз. Енді бізге манжетін тоқу керек. Манжетті тоқу үшін бізге ақ жіппен тоқимыз. Бекітіп аламыз. Бекітіп алдық. 4 столбик снакидан бір жағы петлядан өткізуіміз керек. 1, 2, 3, соңғы 4. Осылай барлығынан өткізіп бекітеміз. Енді бір столбик таста кетіп, келесінен накид. 1,
2, 3, 4 өткіземіз, бекітеміз. Тағы да накид. Бір столбик таста кетеміз. Бір столбик таста кетіп, келесі столбиктен өткіземіз да 4 столбик бір накидпен өткізу. Бір накидпен 4 столбик тоқуымыз керек, осылайынан воздушный. Жаңағы төмпешік шишка сияқты узор шығады. Тағы да накид, бір столбик таста кетеміз, келесінен өткіземіз. 1 накид, 2 накид, 3 накид и 4. Осылайынан алып бекітеміз. Осылай айналдыра тоқыңыздар. Соңына келіп жеттім. Менде қанша шықты осындай пупырышкалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 штук шығыпты. Енді ең бірінші петляға осылайынан біріктіреміз. Накид. Кажды жағы арасынан енді тоқуымыз керек, чтобы былайынан шығу үшін. Накид. 1, 2, 3, 4. Біріктіреміз. Накид. 1, 2, 3, 4. Осылайынан айналдыра 4 қатар тоқымыздар. 1, 2, 3, 4. Осылай 4 қатар тоқып болдым. Өстіп, осындай пинетке шығу керек сіздерде де. Егерде 0-3 айға кішкентай балаларға тоқыларыңыз келсе, онда 15 воздушный петля тоқуымыз керек. Немесе 17. Содан распределять етіп азайту керек. Әртүрлі жастағы балаларға тоқуға да болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған комментарияға қалдырып кетіңіздер. Мынанда тоже молочный хлопоктан тоқыдым. Табаны 12 сантиметр тоже. Осымен бүгін мастер-классымызды аяқтаймыз. Егерде мастер-классым ұнап жатса, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Көп байқаймын, осы менің каналымды көретін көп кісілер маған мүлдем тіркелмеген. Сол үшін менің мастер-класстарымды жоғалтып алмау үшін подписка жасауларыңызды сұраймын. Сау саламатта болыңыздар. Келесі мастер-класста кездескенше.